Так, сәлеметсіздер ме? Біз кезекті сабағымызды бастаймыз. Тағы да мәндер жиынына қатысты мысал. Мысалға мынандай есеп берілсе, y тең 5x плюс бір кері функциясын таба алатындай. 5x минус плюс 3 деген нәрсе. Осыға мысал анықталу мәндері болсын, яғни мәндері болсы деген сөздің y қабылдай алатын мәндерін табу үшін кері функцияны табу алуымыз керек. Кері функцияны табу үшін біз x тең 5y плюс 3 деп мына x пен y-дің орнына ауыстырып жібереміз, y-ті таба салатын едік. x минус 3 бөлінген 5 қарап тұрсақ кез келген мәнді қоюға болады. Бұның мәні минус x-тен плюс x-ке дейін деген сияқты бір айта аламыз, иә. Мен енді бірден ала салдым мынаны ше. Негізінде мысалы бір анық мәндер облысы кезінде мынандай сан шығуы мүмкін. Мысалы 7-ның мысалы x плюс 3 дәрежесі. Осындай 7-ның x дәрежесі плюс 3 деген осындай функция берілсе, осының анық мәндер облысын тапса, сіз кері функцияны таба аласыз. Бүйтіп x тең 7-ның y дәрежесі плюс 3, енді осыдан x минус 3 тең болады 7-ның y дәрежесіне. Бұл дегеніміз сөз логарифм 7-ның x минус 3 негізді тең болады y. Мына функция қоя, мына бастақ функция мынау. Оған кері функция мынау, кері функция табуды үйреткен болатынбыз. Және осы кері функцияның анықталу облысын тапсақ, мынаның барлығын өшіріп тастайын. Осы кері функцияның анықталу облысын тапсақ, бастапқы функцияның мәндер облысы шығады, иә. Енді логарифм 7-де 7 негізді x минус 3-ның анықталу облысы x минус 3, яғни негізі үлкен 0 дейсіз. X үлкен, минус 3 мұнда плюс 3 болып өтеді, яғни 3-тен плюс x-ке дейін. Яғни 3-тен плюс x-ке дейін деген жауап мына функцияның несі мәндерінің облысы деп айтыласы. Яғни бір функцияның кері функциясын табу арқылы таба аласыз. Мысалы мынандай есеп берілдік, мен негізгі бүгін түсіндірейін деген мынау. Мысалы көп есептерде мынандай келеді екен тест нұсқасында. X квадрат минус 4x плюс 7. Осының мәндері облысын табыңыз дейді. Осы кезде не істейсіз? Кері функцияны табу үшін x пен y-дің орнына ауыстырып жібересіз. X тең y квадрат минус 4y плюс 7. Енді осы жерден y-ті тек бүйтіп y тең x пәлен төлен дейтін бір функция ала аласыз ба? Жоқ, себебі неге? Y біреу квадрат, біреу просто y және екеуі де бір жетте тұр. Жеке именно бір y-дің өзін бөліп ала алмайсыз. Мысалы мына жерден y квадрат тапсаңыз, тең неше болады? X плюс 4y минус 7 болады. Y тең болады нешеге? Түбір астында болады. X плюс 4y минус 7. Y-ті таптыңыз, бірақ мына жақта тағы бір y қалып кетті. Осындай нәрсенің алдын алу үшін, кері функцияны табу үшін бізде мынандай нәрсе қажет екен. Мен соны түсіндірім деп тұр. Мына функцияны былай жағып жүктейміз. Y тең x квадрат минус 4x дейміз да, мына плюс 7-ні былай жүктейміз. 4 плюс 3. Енді қарайық, мынау нені береді? X квадрат минус 4x плюс 4. Y тең нені береді? Бұл x минус 2-ні квадратын беретін тұғын нәрсе, плюс 3 бар. Мына бәрі ашқанмен полигон қайтынаған келеді. Енді барып x пен y-дің орнына ауыстырамыз. Y минус 2-ның квадраты плюс 3. 3. Енді осы жерден y минус 2 тең болады нешеге? Плюс 3 x-ға теріс болып өтеді. Квадрат болғаннан кейін түбір астына алады. X минус 3 түбір астында, және минус 2-ні плюс 2 өткіземіз. Сонда мына функцияның кері функциясы бізде пайда болды. X минус 3 түбір астында плюс 2. Мына функцияның, бастақ функция, осының мәндер облысын табуымыз керек қой. Мәндер облысын табу үшін бізге кері функция табу керек болады. Кері функцияны таптық. Енді осы кері функцияны табатын, осы кері функцияның анықталу облысы, мысалы, бізде анықталу облысы тек түбірге ғана қатысты болады. Себебі мынау просто таксан. Анықталу облысы мынаның мәндер облысы болып табылады. X минус 3 үлкеніне тең 0-ден түбір астынан 90 шығу керек қой. X үлкеніне тең минус 3 мұнда плюс өтеді. Сонда 3-тен қандай x-іміз плюс x-ке дейін. 3-тен плюс x-ке дейін деген жауап. Бұлай қойық. 3-тен плюс x-ке дейін деген жауап. Бізде мына берілген функцияның мәндер облысы болып табылады екен. Жалпы айтайын деген бұлай. Мысалы мынандай бір квадрат теңдеу, не болмаса қандай бір кері функциясын таба алмайтын функциялар берілген кезде бұлай осындай жүктеп ала аласыз. Егер сабақты көріп отқан болсаңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Себебі біз сіздер үшін еңбектеніп сабақ түсіріп жатырмыз. Бір оқушыға болса пайда, біреулер білет, біреу білмейді деген сияқты. Сау саламатта, амандықта жүздескенше болыңыздар. Сау.